қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 20 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің әкім аппараты өкілінің төрағалық етуімен бастамашының және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Сондықтан жиналыс төрағасына өзімді Ескішу ауылдық округінің әкімі Абаш Нұрлан Арыстанұлын ұсынамын. Тапсырысшы производственная компания Шымкент Дострой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Тақырып: Жамбыл облысы Шу ауданындағы Тассу топырақ кен орнының тау-кен жұмыстарының жоспарына арналған экологиялық рұқсат алу материалдарына ашық жиналыстар нысанында өткізетін қоғамдық тыңдау. Қатысушылар: ПК Шымкент Дострой ЖСС-ның директоры Мыңжасар, Жамбыл облысы экология департаменті және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мамандары. Міне конференция арқылы қатыспай ма? Жобалаушы геолог ММХ барлау ЖК басшысы Шопанқұлов А. Жобалаушы эколог Сыдықова Нұржамал Ахмедовна. Баяндамашының сөз сөйлеу 10 минут, баяндаманы талқылау 15 минут, қоғамдық тыңдауларды қорытындылау 5 минут. Регламентті бекіту. Регламентке қарсылықтарыңыз бар ма? Келісесіздер ма? Келісесіздер, регламент бекітілді. Енді қоғамдық тыңдаулардың қатысушысы қатысушылардың қатарынан қарапайым дауыс көпшілігімен сайланады. Хатшы болуға Сыдықова Нұржамал Ахмедованы ұсынамын. Қолдайсыздар ма? Қолдаймыз. Ал енді сөзді баяндамашыға берейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің есімім Сыдықова Нұржамал, экологиялық құжаттамаларды әзірлеуші, жобалаушы боламын. Бүгін біздің қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Шу ауданындағы Тассу топырақ кен орнынан топырақ қорын алу үшін экологиялық рұқсат алу материалдарына қоғамдық тыңдау ұйымдастырып отырмыз. Бұл кен орын Шымкент Дострой компаниясына қарасты. Негізгі кен орнының ашылуының негізгі мақсаты осы Шу ауданында Шу Қайнар автомобиль жолының құрылысына топырақты алу үшін осы кен орны ашылып отыр. Бұл кен орын бұдан 2024 пен 25 жылдар аралығында ашылған. Оған жаңағы өзіне экологиялық рұқсат қағазы алынған. Дегенмен бұл жұмыстар, бұл рұқсат қағазын алған жылдары жүргізілмеген. Біз осы қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға дейін жергілікті бұқаралық ақпараттық құралдарға өзіміз хабарландыру берген болатынбыз, орысша және қазақ тілінде. Және Жамбыл облысының табиғи ресурстар басқармасына сондай-ақ арнайы қоғамдық тыңдау өткізілетін экопортал деген порталымыз бар. Сол порталға 30 күн алдын осы хабарландыру болатын жөнінде хабарландыруларды және жоспарларымызды, экологиялық жобаларымызды сол порталға ілген болатынбыз. Осы уақытқа дейін бізге ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. Өздеріңіз көріп отырсыздар, Жамбыл Тараз облыста, аудандарда тарайтын газет қоғамдық саяси және Тараз 24 деген телеканалдың телеарнасында жүгіртпе жол арқылы хабарландырулар таратқан болатынбыз. Және айта кететін жайт, осы кен орнынан топырақ қорын алу үшін біз Жамбыл облысы экология департаментінен өз кезегінде қорытынды алғанбыз. Заключение на скрининг деп аталады. Міне ол қазір неден көрсетіліп тұр слайдта сіздерге. Жалпы кен орнының орналасқан жерін айта өтетін болсам, кен орын Жамбыл облысы Шу ауданында орналасқан. Кен орнының солтүстік шығыс жағын қоспағанда барлық жақтарымен бос жерлермен, ал солтүстік шығысынан R30 деген автожол өтеді. Бізде жан-жағын көріп отырсаңыздар, ешқандай қорғау аймақтары, орман қорлары, жаңағы қызыл кітапқа енетін аймақтар, жасыл аймақтар кездестірілмейді. Бұл жерде жер үсті су көзі
Шу өзені мен Тастыкөл деген су қоймасы бар. Оған ара қашықтығы 1 километрден ары. Егіде біз өлшегенде егіде 37 километрді құрады. Яғни бұл жерде су қорғау аймағы мен белдеуін бұл кен орын, аталған кен орын сақтап тұр. Ең жақын елді мекен біздің есептеу бойынша Көкқайнар ауылы 6 километрді құрайды. Кен орнының жер аумағы 993 гектарды белгіленген. Тау-кен жоспары бойынша қазір мына жерде расстояниесі көрсетілген Көкқайнар ауылының арасымен. 993 гектар кен орнының аумағы. Жер қойнауын пайдалану мерзімі 2 жыл, яғни 26-27. Осыған дейін 24-25 жылдарға жаңағы әзірленген құжаттама бар. Қазір ұзартылып жатыр 26-27 жылдарға. Карьердің негізгі ұзындығын айта кетсем, 387 метр, ұзындығы ені 264, орташа қазу тереңдігі жер бедеріне байланысты болады. Мысалы, жер бедері тегіс, ойлы, қырлы болады, 0 метрден 9 метрге дейін ауытқитын болады. Техникалық шарттарға сәйкес, енді кен орнында топырақты өндіретін көлемін айта өтейін. 2026 жылға 369 мың куб топырақ берілген, 27 жылға 200.600 куб беріліп отыр. Осы 2 жылда топырақтың өндірілетін қоры осынша. Және аршыма жұмыстары дейді, вскрышная порода 2026 жылға 12.920 куб, ал 27 жылға 6.980 куб өндірілетін болады. Бұл аршыма жұмыстар топырақтың беткі қабаты алынып, жаңағы спецотвал дейді, үйіндіге тасталынып, кен орынды игеріп болғаннан соң жаңағы рекультивацияға қолданылатын болады. Негізгі біз өзіміздің жобамызда, қазір жоба табиғи ресурстар басқармасында сараптамада жатыр, тексерілуде жатыр. Ол материалдарымызда біздің қоршаған ортаға нормативтер эмиссиясы жобасы, қалдықтарды басқару, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және іс-шаралар жоспары осындай 4-5 құжатты әзірлеп табиғи ресурстар басқармасына тапсырған болатынбыз. Және бұл кен орын жұмыс істеген өзінің жұмыс істеу барысында атмосфералық ауаға 13 ластаушы көз арқылы атмосфералық ауаға зиянын тигізеді. Ол негізінен қазу, тиеу, тасымалдау жұмыстары және түрлі техникалардың жұмыс істеуінен пайда болатын техникалардан бөлінетін ауаға бөлінетін газдардың жұмыстары болып табылады. 2026 мен 27 жылдарға қазір сіздерге 26 жылы 18-85 тонна шаң бөлінетін болса, шаң тозаң, 2027 жылы 12-48 тонна шаң түзіледі біздің есептемелер бойынша. Бұл шаңды бәсеңдету үшін бізде суармалы машиналар қолданылатын болады. Кен орында өздеріңіз білесіздер, суармалы машиналарды ылғалдандыру жұмыстары шаңның 85%-ын басуға әрекет етеді. Бұл жерде септігін тигізеді. Кен орынға ауыз су тасымал су арқылы пайдаланылатын болады техникалық суда. Егер техникалық сулар белгілі жер үсті су көзінен пайдаланылатын болса, жаңағы кәсіпкер, жер пайдаланушы, жер қойнауын пайдаланушы спецводопользование дейді ғой, арнайы суды пайдалану үшін рұқсат қағазын әзірлеп, сосын техникалық суды арқылы пайдаланатын болады. Бірақ бізде жоба бойынша тасымалдау әдісімен деп көрсетілген. Сол үшін мен де өз слайдымда тасымалдау әдісі арқылы деп жазып отырмын. Жаңа картада көрдіңіздер ғой, 1 километр маңайында ешқандай су көздері жоқ, жер асты су көздері барлау кезінде кездестірілмеген. Тұрмыстық қалдықтар жағынан айта кететін болсам, бұл жерде жұмысшылар жұмыс істегеннен кейін, техника жұмыс істегеннен кейін, қалдықтың 4 түрі бөлінетін болады, 4 түрі түзілетін болады. Ол қалдықтардың барлығы бізде қауіпті емес қалдықтар класына жатады. Аралас коммуналдық қалдықтар, тамақ қалдықтары, сүткіш шүберектер және металл емес пайдалы қазбаларды игеру кезінде пайда болатын қалдықтар. Бұл қалдық вскрышная порода. Яғни 26 жылы 2672 тонна, 27 жылы 11138 тонна топырақтың беткі қабаты арнайы спецотвалдарда жаңағы жиналып, сақталып, кен орнын пайдаланып болғаннан кейін рекультивацияға қолданылатын болады.
Сосын кен орнында уақытша мысалы контейнерлер, осы сынды контейнерлер қолданылатын болады. Ол контейнерлер толу мерзіміне қарай мердігер компаниялар арқылы шарт жасасу арқылы полигондарға немесе қайта өңдеу зауыттарына жіберілетін болады түзілген қалдықтар. Бұл жерде енді қайта өңдеу зауытына жіберетіндей бізде қауіпті класс санатына жататын қалдықтар жоқ, барлығы қауіпсіз қалдықтар полигонға және спецсатуға жіберіп отыратын болады. Өсімдік және жануарлар әлеміне келетін болсақ, қызыл кітапқа сирек кездесетін тізімге енетін өсімдік және жануарлар әлемі кен орны аумағында кездестіріледі. Жалпы жобаның артықшылықтары шу ауданы инфрақұрылымының өсуі, жұмыс орындарының пайда болуы, яғни кен орны ашылғаннан кейін жұмысшы тартуы мүмкін жергілікті ауданнан немесе жергілікті ауылдық округтерінен. Сосын ауылды жерлерді арзан материалдармен қамтамасыз ету, салық есебінен жергілікті бюджеттің көбеюі болып табылады. Біз жобамызға қосымша ретінде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейміз. Ол іс-шара жоспарында кен өндіру кезінде кен орнының аумағын таза ұстау, барынша көгалдандыру жұмыстарын жүргізу және бұл жерде экологиялық мониторингті тұрақты жүйелі түрде жүргізу, қалдықтардың басқару бағдарламасына сай қалдықтарды толу мерзіміне қарай полигондарға шығарып отыру, соның барлығы осы іс-шаралар жоспарында берілген. Тарату жоспары. Кен орын жалпы қолданылып болғаннан кейін 2 жыл қой, 2026-27. 28 жылдары тарату жоспары, план ликвидация деген жоба қарастырылады. Ол жобада техникалық және биологиялық рекультивация қарастырылады. Техникалық рекультивацияға жаңа кен қазылған жерлерде еңістіктегі 30-45%-ға дейін жаңағы тегістеп өтіп, жер бедерін қалыпты жағдайға келтіріп өту. Сол техникалық рекультивацияға жатады. Қазір бұл жобамызда біздің экологиялық сараптамаға қарауда жатыр. Жалпы мен қысқаша баяндамам осы. Сұрақтарыңыз болса экологиялық жоба бойынша. Сұрақ көп. Аты жөндеріңізді айтыңыз. Аты жөнім Ағаш Нұрланов, Арыстанов. Шымкент Дострой қайда тіркелген? Шымкент Дострой бізде Сайрам ауданы. Сайрам ауданы. Біздің кен орнын ашқаннан кейін біздің ауданға тіркелесіз ба? Жаңа баяндамада тіркелеттер ғой, бюджетке ақша түседі. Енді ондай тіркеледі деп деген жоқ қой, бірақ сондай мүмкіндіктер деп сөйтті ғой. Салығы төлемі, салықтар сіздің ауданыңызға төленеді. Салық төленеміз? Ластаушы заттардан бұл кісілер экологиялық рұқсат қағаз алады ғой, мен жаңа 12 тонна... Налог на добычу полезных ископаемых бар, НДПИ. Сосын плата за загрязнение окружающей среды деген бар. Оның барлығы осы ауданға төленеді. Қай жерде жұмыс істеп, қай жерде ласталып, қай жерде топырақ алып, сол жерге тиісті. Соның суммасын маған есептеп беріңіздер. Ол көлеміне байланысты. Қанша бізде топырақ Көлемін алып. қазір жобалап отырсыз ғой. Біз жобалап отырмыз. Қанша болады енді соның төлейтін суммасын маған Қазір мен сізге мысалы 12 тоннаның барлығы шам деп есептесек, 10... Жоқ, не, қосымша НДПИ да бар. НДПИ да бар. Основной НДПИ бар. Көлемі? Қазір менде есепте жүрген. 260 мың алып жүрсін. 560 жаза берді. Әдеке қазір бәрінің алдында 560. Эколог мырза айтқандай жаңа НДПИ дейді. Бұл налог на добычу полезных ископаемых. Бұны 5% темірді. Бұда бұл айтқанда 52 мет, 56 мет сондай теңге. Кубына. Оны 500 елу берейік. Бір 55 месяц.
процент не болады? Теңге 436.800. Әрбір неге бұны сіздер білетіндей налогтың республиканский налог и областной. Областной налоги, значит, область өткізіледі, область район отырады. Основной ненің барлығы неге кетеді? 560 мыңға бағаны сонда 436 мың төлеймін. 0,05% НДП-дің. Түкте қуанып тұрайын. Неге? болжамды не ғой бұдан басқа болуы мүмкін. Сіздердің реальный расчеттарыңыз қазір айтайын 300 мың кубқа топыраққа 51 миллион төленеді екен налог. 51 мың? Иә, 51 миллион. Енді бізде 560 болса, значит, некесі оған. Почти 600. 565 мың, да? Дұрыс. 565 мың куб болса, онда иә, онда уже Сонда 100 миллион төледі ма? почти иә. 100 миллион болса, это другое дело. Жоқ, оның барлығы айтады ғой, налогта республиканский болады. Республика бөлек. Республикаға мысалы 10 теңге өткізсең, облысқа или районға 1 теңге өткізеді. Основной барлығы Жоқ, бұлар ғой. Маған мысалы, қазір аудан әкімі бүйтеді. Ауылдарға инвестиция жаңа тартсаңдар, соның жартысын беремін дейді, мысалы. Ауданға қанша түсіп, соның жартысын беремін дейді ауылға. Жоқ, айтқанда кетіп отырып па солай? айта беремін. Мысалы, ауданға сіздерден түскен, мысалы, 50 миллион түссе, жартысын біздің ауылға береді. Мен соны доказать етуім керек. Міне, мынау ШДС-тен біздің жаңағы карьерді алған үшін 50 миллион түседі ауданға. Содан 25 миллион маған бер, мен ойын алаңшасын саламын деймін, мысалы. Жоқ, 51 миллионның да айтып жатырмын ғой сізге. Оның республиканский налогы бар. Республикаға түседі бірінші. Ол районға емес. Районнан кейін райондарға, облыстарға облыс бөліп береді. Мынау компанияға осы жағынан біз бөліп береді. Жаңағы компанияңыз болып, экологыңыз бар, басқа бар, бәрін есептеп маған картинасын берсеңіздерші. Міне, мынаны сізге төлейміз, мынаны республикаға төлейміз, мынаны облысқа төлейміз, мынаны ауданға төлейміз деп, маған картинасын. Жауап бере кетейінші, бұл әлі бекітілген жоқ қой. Бұл кісілер экологиялық рұқсат қағазын алсын, сосын лицензиясын алсын, босатсын, өзіне атына рәсімдесін, нысаналы мақсатын өзгерту керек. Одан кейін бұл кісілер қанша төлейтін, налогты қанша төлейтін сіздерге налог салық органдарының уведомление ретінде береді. Қолыңызға бұйыртса рұқсат қағазы түссе, қазір кешіресіз, сөзіңізді бөліп жіберейін. Жаңағы айтқан сумма сіздің бюджетіңізге түседі, местный бюджетке түседі. Түседі. 100 миллион? Мен сізге айтайын, бұйырса жаңағы несін ссылкалеп сосын сізге берермін. Бұл 100 миллион түссе жақсы, соны сіздің телефоныңызды айтыңызшы. Үшке берсеңізші. Қандай? 705-475-2010. Есіміңіз? Жандос. Жандос. Так, ШДС-ның? ШДС-ның экологы. Экологы. Енді 100 миллион түскенше сіздің артыңыздан қалмаймыз ғой. Рұқсат қағаз беріңіз, амандық болса көремін. Суды қаяқтан аласыздар? Суды қаяқтан тасымалдайсыздар жаңағы? Бізде әзірше су привозной, бірақ ойымызда амандық болса рұқсат қағазын, арнайы рұқсат қағазын заңдастыруға. Қаяқтан привозной? Привозной енді қазір... Проектте көрсетілмей ме? Бәлен километрден, бәлен жерден... Енді жоба бойынша привозной деп тұр, енді біздер привозной деп Ең тұр. жақын елді мекеннен тасиды аға, бұл кісілерге де техникаға да үнемді болу үшін, мысалы бұл кісілерге 6 километр Көкқайнар ауылы жақын болып тұр. Көкқайнар ауылынан тасиды. Ол тасығанда да тегін тасымайды, ол жерге де Жоқ, енді бізден мысалы, мына Синсин компания бізден жер алды. Жаңағы өзеннің бойынан су алатын жер алды. Жоқ, скважина емес, өзеннің бойынан машина баратын, суды качать етіп алатын. Сол сияқты сіздер жобаламайсыздар ма? Жобалаймыз, соны жоспарда. Амандық болса арнайы рұқсат қағазын алу керекпіз. Өтініштеріңіз жоқ қой? Өтініштер болғанда... Болмаса жаңағы Көкқайнарға жазған өтініштеріңіз бар ма? Жаңағы суды алатын жерді определять етпейсің, қайдан алатын? Ол басқа жобамен қарайды. Иә, бұл қазір енді карьермен жобалап алайық. Карьерді шешіп алайық. Тау-кен жоспары, кен орынды игеру үшін тау-кен жоспары әзірленеді.
ол тау-кен жоспарына сәйкес экологиялық құжаттамалар әзірленеді. Сол үшін қоғамдық тыңдау ұйымдастырып отыр. Ал бұл кісілер егер скважина қазып немесе техникалық суды пайдалану үшін спецводопользование дейді ғой, ол суды пайдалану үшін арнайы рұқсат қағаз әзірлеу үшін басқа құжаттама әзірленеді. Ең жақыны ажар қанша 2 километр ме 2,5 километр? 2,37 Шуға дейін. Ташөткөл су қоймасы 2,37 техникалық. Бұл жерде сол су қойманың ішінде жаңа талас өзен жатыр екен ғой, сол нақты қажетін алатын соны сізбен келісіп амандық болса сол жерден Соны енді ол енді басқа әңгіме бұл. өтініш жазуларыңыз керек қой. Иә, әрине. Енді сіздер күнде келмейсіздер ғой, мен айта кетуге қосады. Біздің округ. бұл кісілерде надзор жасайтын мекеме бар да, шу талас бассейн инспекциясы. Жоқ, дұрыс қой, шу талас ол судың қажайыны. Біз жердің қажайыны. Сол жерге бару үшін, сол жерде стоянка жасау үшін бізден жер алмаймын. Дұрыс айтасыз, қай жерден нақты точкалерін да, точка қай жерден алатын, соны бұл кісілермен біздер келісеміз. Ал ары қарай енді шу таласке водный бассейн инспекциямен келісеміз ол жағын. Және біз жерге не шығарамыз, шешім шығарамыз, что мына кімге жерлеске осынша жер береміз, чтобы су алу үшін деген. Иә. Так, біреуін бастап біреуіне кеттік қой енді. Так, содан кейін жаңағы биотуалет айтушы едіңіздер, что-то айтпаңыздар ғой. Биотуалет қойылады. Иә, биотуалеттер бетондалған шұңқырлар қойылады. Лас судың бәрі сол жаққа жиналып, содан кейін жаңағы қатты қалдықтарды қай полигонға тастайсыздар? қатты қалдықтар жолдың бойында стихийный свалка бар екен, осы ауылдың өзінің арнайы жаңағы полигоны. Қайда? Жолдың бойында байқағанбыз. Біздер ол жерге төгеміз деп әлі жоспарлаған жоқпыз, бірақ соны ақылдасу керек еді. Жергілікті компаниялар бар ма, мысалы ЖКХ-ға жауап беретін, қалдықтарға жауап беретін, жеке кәсіпкерлер бар ма, мысалы шығаратын. Сонымен келісімшартқа отырып біздер өзіміздің қалдықтарымызды енді сол компаниямен отырсақ, ол компания ары қарай өз шешеді, қай жерге алып баратын. Себебі біздерге де келісімшарт керек міндетті түрде. Сол ғой, соны шығаратын. Енді біздің ауылда енді екі не орналасқан, екі жаңағы қоқыс тастайтын полигон. Иә. Белбасар, еңбекші, екі полигон бар. Бізге олайды сол жақын қайсы, соның біреуімен отырып жалғастырып, қалдықтарын сонымен шығарып деген сияқты. Одан кейін рекультивация. Рекультивация, Кім қабылдайды оны? план ликвидация амандық болса, бәрі қорғалғаннан кейін, план ликвидация бойынша 27-ші жылы амандық болса, барлығы сәтті болып жұмыс аяқталған жағдайда сіздер қабылдайсыздар. Комиссия мүшесінде міндетті түрде жергілікті әкімшіліктің маманы, лауазымды тұлғасын міндетті түрде болады. Сонда заң бойынша кім берді разрешение, то есть компетентный орган управления природных ресурсов. Солар назначать етеді барлық не. Ал олар қабылдайды, бірақ қабылдағанда олар комиссияның мүшесі болады, комиссия төрағасы болады. Ал комиссияның мүшелеріне олар өздері сіздерді қосады, промышленный безопасностьтың қосады, және әкімшіліктің адамы. Біз бармыз ба ішінде? Боласыздар, иә. Біз бармыз ба? Жоқ, енді айтып жатыр ғой жаңа управление, солар решать етеді. Кімді қосатынын. Управление Жамбылской обласының Обязательно болады. Бізді қосып біз қазір қоғамдық тыңдауда ел болмаймыз онда, иә деп айтпаймыз онда. Біз комиссия қосып біз қабылдап алмайтын болсақ, онда неге рұқсат береміз сіздерге? Енді ол кісілерге жауап бере алмайды. Шашып тастап кететін шығарсыздар. ертең жаңағы атырау жол құрылысы сияқты кетіп қалатын шығарсыздар. Қосылатын, қосылмайтын біздер шешпейміз, бірақ қосыңыз деп біздер өзіміздің ұсынысты білдіріп аламыз. Себебі жердің иесі мына әкімшілік осы жер жауап береді. Сол ертең біз өрді біреудің малы өліп қала ма, құлап кете ма, басқа бола ма, техника түсіп кете ма, ол қазылып жатқан болса, ертең жар болып қалатын болса, кім жауап береді? Ондай біздерді жібермейді ғой. Қаншама мемлекеттік орган бар. Қазір өткен сайын бәрібір выпалаживание деп болады ғой. Выпалаживать етіп өтеді ғой. Жоқ, сол обязательство болмаса кімге бересіздер обязательствоны? Мен міндеттенемін деп кімге? Шыдайыз кімге береді? Өздері істейді. Жерді ертең бұйырса тапсырған кезде менде боламын ба, амандық болса, ол кезде бәріміз аман болсақ, жазып алыңыз тағы. комиссия мүшесі. Бұл кісінің мойнына тағы регуляцияны қойыңыз. Рекультивация обязательно. Обязательно. Ол керек. Ол жаңағы орнына келтірмесеңіздер, жар болып қалады ол. Ертең мал құлайды, басқа болады, адам шығыны болады. Түсініп тұрмын сізді. Шартта шағал, шұңқырдаш, скөжермен кетіп жатсам, құлап кете саламын.
шұңқыр екен көрмеппін мен. Ана камазда жүреді ғой ары берші. Әбді құрып тастаған. Соны жөндеп жіберсеңіздер, екі ортада беріп қалса сіздер шешімдеріңіз. Тротуармен жүрсіз. Тротуармен жүрсіз. Тротуар жоқ болды ол кезде. Қазір шықпа жолға тротуармен. Ол кезде жоқ болды тротуардағы. Міне енді шықты. сол жақта болады. Так, су себесіздер ғой. иә Сосын шырдайыз, мына жолдың бойында халықтар жинамайсыздар ма? Банкі, жаңағы не, бутылке, пакет, кім жинайды? Жол сіздердікі ма? Сіздер көрді ма қазір? Оны сіздер өтті, иә, осыған жауап берді. Сіздер ғой. Дұрыс па? Мына қоғамдық. Мына қоғамдық жұмыстармен мен жинап жүрмін. Сіздердің жұмысты біз істеп жатырмыз. Ертең ана комиссия келеді, мынау келеді, біз жинап қоямыз соны. Сіздердің міндеттеріңіз ғой, мына жол алғаннан кейін. Әдеке, ана пока стройка кетіп жатыр ма, осы кісілер бәріне жауап береді. Дұрыс қой, енді соны мен айтып отырмын ғой. Конечно. Барлығын жауап береді. Жинайсыздар ма? қазіргі кешіресіздер мына облыстық акиматтың және комитеттен біздерді асықтырып жатыр ғой тездетіп болыңдар деп. Жайбарақат жобамен жұмыс істейтін болсақ біздер әлі де созғыруымызға болады 28-ге дейін. Бірақ тездетіп тез дегеннен кейін біздерде бүкіл тығыз. Оның енді әр адам санаулы деп айтайын дегенім ғой. Бұл жерде мусорды әрине временный отвод деген бар, временный отвод бойынша біздер жауап береміз әрине жолдың бойындағы. Қандай қалдықтар болды бізге дейін сол қалдықтарын біздер қабылдап алдық өкінішке қарай. Но дегенмен де мынандай асығыс болғаннан кейін барынша бірінші приоритет бұл жолдың нөлевой отметкеден ары қарай бүкілін төсеу уақытында тездетіп жаңағыдай жауап беру. Енді барынша бір адам санын бөлуге тырысамыз орнымызда қалдықтар жинауға. Но енді ойдағыдай болмай шығар деп ойлаймын да. Себебі біздерге приоритет бірінші жол тездетіп бітіріп мына халық шулатпай, сізге де құлағыңыз тыныш болады, бізге де жақсы мына жолда аман есен тезірек ленточкасын кесіп тапсырып беру. Сосын адам саны болса жаймен бір қалдықтарды жинауға мүмкін бөлеріміз. Әзірше бірінші мына орындағы жол болып тұрады. Түсіністікпен қараңыз. Жол, понятно. Жолдың жағасын бәрі масқарау керек қой, мусор болып кетті. Адам санының бәрін біздер бір жерден алу керекпіз, суырып алу керекпіз, бір жерде тоқтату керекпіз. Ол тоқтаса уже кестеден ақшасын берсеңіздер ғой, мына қыздар жіберемін жинап беріп ал. Адам керек болса айтыңыздар мені. 10 қыз бар мен ол енді жоба басшымыз бар, амандық болса әлде де сөйлесеңіз. Мекен-жайын телефоныңыз бар. Жол болғанда да енді бізде былай ғой, экологиялық проблема бәрібір өзекті ғой. Қалай болады сонда сіздер оны только полигонға көмумен ғана, төгумен ғана шектелесіздер ме сонда? Нені мусорды айтасыз? Қалдықтарды қайта өңдеу қарастырылған. Қайта өңдеу деген слайдта қорғаған кезде. Қазір айтайын, біздер келісімшартқа отырамыз. Арнайы компаниямен, осы жергілікті компания бар ма? Сол компаниямен отырамыз. Ал ол компания ары қарай өзін мойнына алады. Ол қалдықтардың, біздің қалдықтарымызды ол иесі болады. Келісімшарт бойынша біздер ақша төлегеннен кейін ол өзі сол қалдықтардың иесі болып ары қарай өңдей ме, көме ме, әлде сортировка жасап макулатураға тапсырып, ана баклажкаға тапсырып деген сияқты сондай істей ме, ол уже өзінің несі шаруасы. Былай ғой, менің де бітірген мамандығым эколог та, мен тоже экологияны бітірген. Былай ғой, полигонның барлығы жаңағы ауыл, біздің округ бойынша 2 полигон бар ғой. Ол біздің елді мекенге жақын. То есть экологиялық проблеманы білесіз ғой енді өзіңіз де айтпасам да. Оның барлығын просто төгу тоже экологияға әсер етеді ғой. Оның үстіне шаң бар. Сіздер еще шаңды да жаңа айттыңыздар, суғарумен шектеледі деп. Оны жарайды жаңа заң жүзінде келісіп, суғару жүйесімен өткізесіздер, бірақ бізде Шуда, жалпы осы Шу қаласында климат тым ыстық. Бір рет сіздердің суғарып өткендеріңіз ол уже бір сағат, 2 сағаттан кейін ол уже жетпей тұрады. Қазір қараңыз, су сепкен кезде тек қана шаңды басып қою емес, шаңды қатыру деген. Мысалы, өзің сондай себеппен суды шашқан жағдайда шаң престеледі, тасайды. Сонда бұрынғы сіздің қопарып жатқан шаңыңыз
ондай көлемде шам бола бермейді, ол кезекпен жаймен басыла бастайды. Біздер мысалы сол үш көлікті ретімен сол кезекпен нақты бір-бірінің арасынан кешіктірмей ұзатпай солай сезе берсек, жаңағы себілген жерде ертең мынандай грязь болып болады. Саз құраның құрамында саз бар ғой, сол саз жаймен пристеп отыра бастайды. Ертең бұйырса сол жерде накатанный жол болады. Ол мынандай пукляк сияқты болмайды, ойлаймаңыз. Ол біздер үш көлікті амандық болса шығарамыз, сол үш көлік тоқтамастан соғарады. Былай айтсам, қатты тұрмыстық қалдықтардың жаңағы тұрмыстық қалдықтарға айтайын, біздер тұрмыстық қалдықты өзіміз тарапымыздан жаңағыдай бөлуге тырысамыз, жаңағыдай пластикке, қағазға деген сияқты. Бірақ әкімшілік тарапынан жергілікті мына жерден сол біздің бөлгенімізді ары қарай өңдей ала ма? Сондай кәсіпкер бар ма? Мысалы, сол қағаздан мен мынандай утилизация жасай аламын деген сияқты. Біздер өзіміздің утилизация жасау деген ол қағазды мысалы тағы да қайтадан пайдалану немесе өзіміздің тарапымыздан сол Тараздың өзінде орналасқан жеке кәсіпкерге байлап бауымен алып барып беру. Бірақ ол жұмысты біздерге қазір уақытша ондай мүмкіншілік болмай тұр. Онымен ондай шаруамен айналысатын. Мына жерде де сондай азаматтар бар ма деп ойлаймын. Жеке кәсіпкерде. Сол қағазды жинайтын бөлек, сол пластикті бөлек жинайтын, тағы да басқа істеп отыр. Бізде ондай қайта өңдейтін завод жоқ, бірақ қайта Завод өңдейтін жоқ, завод Шымкент жақта бар. Шымкент жақта да бар, Таразда да бар. Төрт ірі мегаполиста бар ғой. То есть сіздер оны жинап өздеріңіз өткізе Енді алмайсыздар. ойлап көріңіз. Бірақ бізде негізі шуда бар. Экологический кодексте жазылған қалдықтарды андай алыс шақырымға жылжыту болмайды. Оның жақын маңда бір полигон немесе завод өңдейтін сондай жағдай болса, сондай ғана бұл алысқа жалбаратып шаштық бүйтіп сөйтіп деген ондай бізде негізі ондай қоқыстарды престеп жинайтын кісі бар. Олай болса тіпті жақсы. Сіздер бірақ ол жаққа өткізе аласыздар, иә? Өткізуге болады. Бізге айтса, келісімшарт болады. бізге айтса. Түсіндіріп өтейінші. Бұл жобада қалдықтар арнайы алаңшаларда мен көрсетілген контейнерлерде жиналатын болады. Сіздер өздеріңіз қоясыздар, иә, контейнерді? Контейнерді өздеріңіз қоясыздар? Өздері негізі әр мекеме өздері орналу керек. Специальный площадка болады, контейнерлер болады. Сөзіңізді бөлдірейін. Жаңағы кәсіпкер өзінің тарасын алып келсе, ағайындар қағаз қалдықтарын осы жерге тастаңыздар. Мен мынаның барлығын жинап, коробка болса коробка, журнал болса журнал, мен бәрін осы жерден алып келемін десе, бізге ешқандай қиындық жоқ. Біздің жұмысшыларымызды ескертіп айтып қоямыз. Жігіттер, мына сары коробка тұр, ол ана мәкеніңкі алдында келіп кетті ғой. Осы жерге тастаңыздар, өтініш. Басқа жерге тастамаңыздар. Біздің осы кісіге көмек болсын. Осы кісі кезінде жаңағыдай өзінің белгіленген уақытында келіп алып кетсе, болды, бізге тіпті жақсы. Вообще кәдімгідей керемет. Осы сіздер жаңа сайтта да айттыңыздар да, біз оны сіздерге жақын жерде полигон болса, сол жаққа барып төгеміз деген сияқты болушы. Полигонға мен осыны айтқым келген ғой, жаңағы қатты тұрмыс қалдықтар мен құрылыс қалдықтарын негізі қайта өңдеуге болады. Болады. Неге ол жерде қарындас қазір ол қағазды, ол мәселені біздер көтерсек, көп нәрсе көтеріліп жүр. Просто не, адамдар тұрмайды емес, адамдар жұмыс істемейді. Ауылда адам тұрғындардың саны аз емес тоже. Тем более полигон ауылға өте жақын тұр. Прям тұрғындарға өте жақын. Ағамызды ойлаңыз. Осы жерде тоқтап қойайық. Енді ол экологиялық проблема. Жұмысшы, панельде қанша жұмысшы болады? Жаңағы полигондағы мусорды алып кетеді. Полигондағы мусорды? Бізде жауапты мамандар бар, аудандық. Сол кісілер ауылға жауапты кәсіпорындар. Вот ана кісілер кәсіпорынмен. Сол кәсіпорынмен келісімшартқа отырады. Келісімшартқа отырады, бұл дальше не істейтін өзі біледі. Заң. Қанша жұмысшы болады карьерде? Бізде жоба бойынша 13 жұмысшыны қарастырамыз. 13 жұмысшы? Ол деке біздің жаңағы экология бойынша. Ол 13-тің ішінде ЕТР-мен бірге да рабочий. Экскаваторда болады. Экскаватор болады, қалғандар водитель болған спецтехникалар. Неше? Қанша жұмысшы біздің ауылдан аласыз? Так, рабочий адам тауып беріңіз, көрейік. Рабочий адам тауып беріңіз. Неге? Бізде экскаваторщик бар. Погрузчик дейтін бар. Олардар бос емес емес. Олардар бос емес қазір. Босатыңыздар. Бос босатыңыздар. Біздің ауылдың карьерін алайын. Жоқ, рабочий болса айтып отырмын мен. Енді ол істеп тұрғандарын босата алмаймыз ғой біз.
өз заңдылығы бар да, кәсіпорындар белгілі бір ауылдық округке маңына келгеннен кейін Иә. бүкіл 100%-ін сол населенный пункттан ала алмайды. Бір процентность бар. Сол заңнамаға қарай бұл Сол енді сұрап отырмын, қанша процент аласыздар, қаншадан бар? бастағаннан кейін бұл кісілер қазір Әшін рабочий болмайды? Не, техника айдайтындар бар, бізде бульдозер айдайтын бар, экскаватор айдайтын бар. кез келген кен орындарда білікті мамандарды мекеме өзі алып келеді. Білікті маман. Бізде де бар ғой білікті маман, енді не істейміз біздің мамандар. Бізде ол процесс. Енді біздің ауылда карьера ашып тұрған ол кісілер жұмыссыз отыра ма? Бұл енді карьер болып тұр ғой сіздерге, бірақ 2 жылдық кен орын деген 10 жылдық кен орын, ол жерде мекеме өзінің пайдасына алса, оны карьер деп айтуға болады. Бұл қазір республика мемлекеттің пайдасына қазылып отырған топырақ болып тұр ғой, соны түсіндіруіңізді сұрамын. Жоқ, оның бәрі түсініп отыр. Біздің ауылдан енді жұмысшы, жаңағы экскаваторщик сұрап жүр. Жұмыс бар ма, мен істейін деп. Дұрыс па, адам менде қазір жалғыз экскаваторым бар да, бір экскаватор, соны әкеліп қоямын. Ол жалғыз адамды мен шығып мына ауылдан погрузчик керемін сол жерге. Бульдозерші. Бульдозер жоқ. Бетіне расселіктің слойын алып береді, одан кейін тек экскаватор жұмыс сол жерде. Кіші аз ол жерде. Енді машинелер бар ма айдайтын? Бірақ та оңдық жұмыс қой. Машинелер бар ма айдайтын? Қолылар бар. Оған адам керек па? Бұл жіберіңіз, даналарын көрейік. Категориясы тура келсе. Так, телефоныңызды айтыңыз. 702 599 9993 Кенесары есімі. Так, Кенесары. Да, немен каждый вопрос өзің шешесің ғой. Иә. Все. Так, басқа сұрақтар бар ма? Жоқ. Ана, жолды шұқыр тегістесе болды бұл жақта. Ой, оны айтатын адам айтамыз оны. Так, онда қорытындылайық да. Жамбыл шоғырында тасу топырақ қорын кен орнының тау-кен жұмыстарын жоспарына арналған экологиялық рұқсат алу материалдарын не істейміз? Қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Мен мынау бәрімізге керек жол ғой. Сол пайдасы тиесін енді. Қатысқандарыңызға бәріңізге рахмет. Бірауыздан қолдадық енді. Сізге де рахмет.